құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымызға қош келдіңіздер. Сіздерді осындай жақсы көңіл күймен келгендеріңіз үшін қуаныштымыз. Сабаққа ары қарай белсенді қатысайық. Алдымен, қымбатты оқушылар, жалпы сыни ойлау деген сіздер бұрын соңды естідіңіздер ме? Сыни ойлаудың не екеніне анықтама бере кетейік, Ал кім айтқысы келеді сыни ойлаудың? Сыни ойлау деген, жалпы менің ойымша, сыни ойлау деген ол деген көптеген адамдардың ойына келе бермейтін, басқаша, яғни креативті түрде ойлау. Бұл деген менің ойымша қалай басқаларына ұқсамайтын ерекше бір қабілет ретінде деп санаймын. Өте керемет жауабыңыз. Қымбатты оқушылар, алдымен біз сыни ойлау туралы кеңінен ұғыну үшін сіздерге мынадай сұрақтарды ұсынғым келеді. Бұл сұрақтарды өздеріңіз оқи отырып жауап берулеріңізге болады. Барлығыңызға сұрақ жетті, Сұрақтың ішкі жағында сіздерге сәйкес келетін, сіздерге жауап беруге тура келетін сұрақ тұспа-тұс келді, Сол сұраққа біз ойланып өз ойымызбен жауап берсек. Құрметті оқушылар, ендеше бастайық. Біз сұраққа жауап береміз, Кім дайын? Сол оқушы бастай берсін. Менің сұрағым ол өмір сүруге тек бір ғана жыл мезгілі таңдай аласың десе, қай мезгілді таңдай едің? Жалпы мен көктем мезгілін таңдар едім. Неге? Себебі ол кезде әртүрлі мезгілі өзара баланста болып тұр. Шетінен бір қыс мезгілі, шетінен бір жаздың жылылықтары болатын. Үңгірде болсаң, ішінде не болар еді? Менің елестетуім бойынша, үңгірге келген бойда ол жарық болады, яғни тартысты жарық болады. И оның іші кең болады. Оның ішінде адамдар толып тұрады, яғни туристер, ішінде бір ерекше бір мүсін болар ғой. Мүсінге ұқсат бір ерекше бір басқа затқа ұқсайтын бір жаңағы тастың өзінің жаңағы үңгірдің несі бар ғой. Сондай бір ерекше, сондай бір зат елестетіп тұр өзі. Жақсы, рахмет, керемет. Мен әрқайсысын олардың ең алдымен өзімнің қалаған дүниелерімді аламын, жақындарымның, анамның, әкемнің денсаулығына беремін. Және әрбір жерден бір пәтерден алайын. Егер кітап жазсам, не туралы жазар едім? Менің мақсатым, егер мен кітап жазатын болсам, өзімнің жеке стилімді дәріптеп, ғылыми фантастикалық стилі кітап жазар едім. керемет, өте орынды, Өте тамаша жауап. Егер ит пен мысық сөйлей алса, олар ең бірінші не айтар еді? Қалай ойлайсың? Жалпы мысық мяу-мяу деп өзінің мяулығына таңғалып бастайды. Содан кейін олар адамдарға өз өкініш қайғыларын айтып бастайды деп ойлайды. Өте тамаша жауап берді. Менің сұрағым, адам не істесе ақылды бола алады? Ең алдымен адам өз-өзіне мен қалай ақылды боламын деген сұрақ қойса, және де оның жауабын іздесе. Менің ойымша, адам көбірек кітап оқыса, және де көп ізденістер іздесе, ақылды бола алады. Күні бойы фотоаппаратқа суретке түсіретін болсаң, мені немесе кімді түсіретін едім? Мен күні бойы қолымда фотоаппарат болса, мысықтарды, ағаштарды, немесе иттерді, жануарларды, және табиғи ортаны фотоға түсірсем. Мен қойған сұрақ, бұл сен балық сияқты жүзуді таңдар ма едің, әлде құс сияқты ұшуды? Мен ойымша мен ұшуды таңдар едім, себебі аспан өте тыныш және де ауа таза деп ойлаймын. Ал судың асты балшық деп жүзуді таңдаған едім. Енді мен сіздерге осыны түсіндіріп кетейін. Жалпы, құрметті оқушылар, жалпы сыни ойлау дегеніміз бұл жерде көзілдірік киіп алып, адам көзілдірік киіп алып, супер қаһарман кісілер болады ғой. Солар жаңағы өзіне сене отырып, әртүрлі жерден келген ақпараттарды дәлелсіз қабылдамай, сол сұраққа, мысалы, бұл қандай сұрақ, бұл сұрақты мен қалай түсінемін, бұл сұрақтарды мен қалай қабылдаймын, бұл дұрыс па, дұрыс емес па деген сияқты соның оңды солын ажыратып, жаңағыдай келген әртүрлі пікірлерді, ойларды өзі бірден қабылдамай, соған шынайы түрде қарап, дәлдігін қарастырып, солай қабылдайды. Солай ма? Бізде сол, біздің де бойымызда сондай супер күш бар.
супер күш бар. Бізде сондай әртүрлі келген ақпараттарды, әртүрлі келген ойларды, әртүрлі келген әңгімелерді, пікірлерді біз бірден қабылдамай, сол пікірлерді естуіміз керек, қорытып, соны өзіміз сұрақ қоя отырып, бұл дұрыс па, дұрыс емес па, бұның мен анық көзім жетті ма, көзім жеткен жоқ па деген сияқты соны дәлдікпен қабылдай алатынымыз бұл біздің супер күшіміз болып табылады. Ал бұның барлығы біздің сыни ойлау дағдымыз болып есептеледі. Сыни ойлау дағды бұл сіздерге тек қана мектепте емес, сонымен қатар бұл сіздің болашақ өміріңізге де табысты болуыңызға көмектесетін дағдының бірі. Түсінікті ме? Сыни ойлау бұл өте керекті, өте маңызды дағды. Сондықтан біз сыни ойлауымызды мектеп жасынан бастап дамытып, сонымен ары қарай жұмыс жасасақ, біз болашақта үлкен табысқа жететін азамат пен азаматшалар боламыз. Бұл яғни біздің өмірімізге аса қажет. Креативті ойлау дегеніміз бар. Сыни ойлауды жаңа айтқандай, креативті ойлау дегеніміз ол шығармашылықпен ойлау, екеуінің де байланысы бар. Солай ма? Мысалы, бір нәрседен бір нәрсе құрастыру, бір нәрсе шығару, жаңа бір нәрсе ұсыну, жаңа идея ойлап табу деген сияқты бұның барлығы креативті ойлау екен. Жалпы қазір мен сіздерге осы тұрғыда тапсырма бергім келеді. Қазына аралы деген мультфильмнен мысал келтірілген. Осы жерде сіздер екі суретті салыстыра отырып, айырмашылықты табасыздар. Яғни көп айырмашылық берілген. Сіздер ұзақ уақыт отырмайсыздар, сіздерге уақыт беріледі. 1-2 минуттың ішінде сіздер табу керексіздер. Табудың сәтті кілті ол алдымызға келген тапсырмаға назар аудару. Жалпы бірінші сурет пен екінші суреттің айырмашылығында бірінші суретте бізде адамның қасында ит тұр, ал екінші суретте жоқ. Ал ана үлкен адамда тұрғанда белдігі түсі басқаша болып тұр. Содан кейін отқан адамда ауызы ашық, біреуінде ауызы ашық тұр, біреуінде ауызы жабық тұр. Содан кейін қасында тұрған адамда шашы екеуінде басқаша, біреуінде шашы ұзынырақ, біреуінде қысқа. Содан кейін аяқ киім, отқан адамның аяқ киімі басқаша болып тұр, біреуінде қара, біреуінде ақ. Басқаларымыз қарап отырамыз ғой, бет сал. Содан кейін тұрған адамның белдігінде бірінші суретте екі қару тұр, ал екінші суретте бір қару тұр. Өздеріңіздің сенімділіктеріңізді, байқағыштарыңыздың қандай деңгейде екенін көрсеткіңіз келеді. Яғни сіздерде жақсы деңгейде, жақсы дамып жатыр сіздердің байқағыштарыңыз. Бізде енді жұмбақтарды шешуде бұл біздің сыни ойлауымызды дамытушы бір әдістің бір. 1 килограмм мақта жегілме, немесе 1 килограмм темір жегілме. Екеуінің салмағы бірдей болады. Бірінші топтың оқушылары жақсы жауап берді. Саябақта 8 орындық бар, 3-еуі боялған. Саябақта қанша орындық бар? 8. Жақсы, өте жақсы жауап беріп жатсыздар. Барлығымызға жүк көлігі ауылға келе жатты. Жолда ол 4 жеңіл көлігін кездестірді. Ауылға қанша? Неге ойлайды? Өте керемет жауап. Мына тұлғалардың қайсысы басқалардан ерекшеленеді? Джордж Вашингтон, Шерлок Холмс, Уильям Шекспир, Людвиг ван Бетховен, Наполеон Бонапарт және Нерон. Шерлок Холмс дейді, қабылданады, сіз сұрағыңыз, соның несін айта кетсеңіз. Солай ойладыңыз бірден, иә? Өте керемет жауап. Сіздің сыни ойлауыңыз өте жақсы екен. Жақсы. Яғни, бұл жерде тағы толықтыратын нәрсе, Шерлок Холмс шынайы өмірде болмаған, ойдан шығарған кейіпкер. Иә? Солай ма? Енді 9 қабатты үйде лифті бар. Бірінші қабатта 2 адам, екінші қабатта 4 адам, үшінші қабатта 8 адам, төртінші қабатта 16 адам, бесінші қабатта
басқалар тұрады. Бұл үйдің лифтіндегі қай батырма басқаларға Бер төбеңге түспей ме? Иә. Әне. Яғни сіздің көпшілігіңіздің жауаптарыңыз бойынша бірінші лифттің батырмасы бұл қандай болып есептеледі? Жиі басылады, иә? Өте шынды жауап, өте жақсы. Бірден ешқандай уақытты кетірмей жауап бердіңіз. Ойлауымыз жақсы болса, біздің логикалық ойлауымыз да жақсы дамиды. Сіз қалай түсінесіздер логикалық ойлауды? Сізді тұжырымдарға, фактілерге негіздей отырып, ережелерге негіздей отырып, ойлау қабілетіміз бұл логикалық ойлауымыз болып табылады. Логикалық ойлау бұл біздің зейінділігімізді дамытады. Яғни біздің жаңа айтқандай байқағыш болу, зейінімізді аударып қарау, назар аударып бірден тапсырмаға қарап, сол арқылы лезде, дәл уақытында сол тапсырманың жауабын білетін болса, бұл біздің логикалық ойлауымызға үлкен пайдасын әсерін тигізеді екен. Түсінікті ғой? Енді мына жерде сіздер 15 шаршы берілген сіздерге, осы 15 шаршының ішін қарай отырып, енді өздеріңіз ары қарай 16 шаршының қандай болатынын табуларыңыз керек болады. Шаршы, сосын екі жағында үш бұрыш боялған тары. Оң жақ пен сол жағы үсті мен асты боялмаған қара. Тікелей байланысты 16-шы, яғни жауап шаршының көлемі осындай болады. Құптапты, қолдарыңыз көтере қойыңыздар. Бір ертегіні көреді, соны қайта-қайта оқиды, тыңдайды. Сосын 20 түрлі жаңағыдай бірдей мыстан кемпірдің сұлбасын салады. Енді осы жерде оның галереясында 3 басқаша бір сұлба сақталып қалған екен. Сіздердің мақсаттарыңыз бұл жерде сол 3 бірдей сұлбаны табуларыңыз керек болады. Мақтап, мейірімді елес деген жаттығу берілген. Бұл жерде мейірімді елес, яғни қай елес сізге ерекше болып көрініп отыр, соны табуларыңыз керек. Тапсырма сіздерге қиын болды ма? Ойларыңызда 3 литрлік банкі деген жаттығу бар. Бұл жерде сіздер осы 3 литрлік банкіні көз алдарыңызға елестете отырып, сол банкінің ішіне сиятын атау септігімен байланысты. Ол жерде ешқандай қосымшасыз, ешқандай еркелетусіз сөздерді ойлап, біз соны ары қарай жалғастырып бір-бірімізбен солай алып кетеміз. Яғни 3 литр банкінің ішіне не сияды деп өзіміз ойлаймыз. Ол жерде ешқандай, бұл жерде ескертетін жағдай, бұл жерде мысалы қасқыр, құлын деген сияқты оның ішіне сыймайтын заттарды айтпаймыз. Түсінікті ғой? Тек қана логикалық тұрғыда соның ішіне сиятын заттарды айтамыз. Енді бұл жерде әлі біз бастаған жоқпыз. Соны айтасыз. Ары қарай соның мысалы соңынан аяқталғаны әріп бойынша келесі оқушы жалғастырады. Түсінікті ғой? Бұл жерде тез ойлау маңызды, ұзақ ойламауымыз керек. Ал бастайық. Тиын салушы. Тиын. Теңге. Жатады ғой теңге, да? Ермексаз, жақсы. Зелен. Орысшада болады айтуға. Біздің ойымызда дағдыларымызға байланысты. Мысалы, бірінші қыркүйекте мынадай болып келеміз сабаққа. Мысалы, не үшін келеді сабаққа? Көп балдар.
Қайырлы күн. Мен Деткер мамандандырылған мектеп-интернатының 14 жастағы жасөспіріммін. Бүгінгі сабақта біздер 21 ғасырдың тыни ойлау дағдысы туралы өткен болатынбыз. Жалпы сабақтың мақсатында біздер сабақ барысында біздер көптеген тыни ойлауға қатысты көптеген тапсырмалар орындаған болатынбыз. Маған ең ұнаған тапсырмалардың бірі ол айырмашылық табу. Менің ойымша айырмашылық табу бұл деген оқушылардың жаңағы ситуацияны қабылдап білуіне және де оны басқа жағынан жаңағыдай салыстыруға көмектесетін тапсырмалардың бірі болды. Енді қорытындылай келе тыни ойлау көптеген адамдардың жаңағы көптеген проблемаларды креативті жолмен шешуге көмектесе алатын жаңағы ерекше бір қабілет ретінде қабылдауымыз қажет. Антағаны апайға рахмет. Мамандандырылған мектеп-лицей интернатының 9 сынып оқушысы Асхат Көзісүйкім. Бүгінгі сыни ойлау сабағында мен үшін өте пайдалы болды. Бүгінгі сабақта біз деген ақпаратты тек қана қабылдай ғана емес, өз ойымызды еркін жеткізіп, қарсы тұруды үйрендік. Әсіресе маған біз деген бірімізге қарсы тұрып, дұрыс шешім қабылдауға тырысқанымыз өте қатты ұнады. Менің ойымша бұл сабақ бізге тек қана сабақты дұрыс оқуда ғана емес, болашақта да өте зор көмегі тиеді деген ойдамын. 21 ғасыр жаңа ақпараттық дәуір. Бұл кезеңде мектеп оқушыларының қабілеттілігі мен дарлығын дамыту аса маңызды міндетке айналып отыр. Заман талабына сай адамның ең өзекті сұранысқа ие қабілеттері сыни тұрғыдан ойлау, креативтілік, коммуникативті дағдылар және бірлесіп жұмыс жасау бұл 21 ғасырдың 4К дағдылары деген ортақ атаумен белгілі. Осы бағытта авторлық әдістеме негізінде жасөспірімдердің қазіргі даму жағдайын ескере отырып, олардың қабілеттерін дамытуға арналған дамыту сабақтары өткізілді. Атап айтқанда 12-14 жастағы балалардың сыни ойлау мен логикалық ойлауын дамытуға арналған сабақта оқушылардың танымдық қызығушылықтарын қалыптастыру, байқағыштық пен зейінін арттыру, мәселені шешу дағдыларын жетілдіру мақсат етілді. Сабақ барысында мынадай жаттығулар мен ойындар қолданылды. Өз қабілетімізді тексереміз. 10 айырмашылық жаттығу бұл байқампаздық пен зейінге байланысты. 16 шаршыны тап бұл логикалық ойлауға байланысты. Мыстан кемпірдің бірдей 3 сұлбасын табу басқа тырықшы бұл талдау дағдысына байланысты. Жалпыны іздеу ойыны ойлау мен таныстыру қабілетін дамытуға, заттардың тізімі ойыны бұл есте сақтау мен шоғырлануға бағытталған. Бұл тапсырма оқушылардың сыни және логикалық ойлау дағдыларын дамытумен қатар, олардың оқу процесіне деген қызығушылығын арттырып, шығармашылық белсенділігін оятуға ықпал етті. Сабақ соңында осы авторлық әдістеменің әсері туралы айтатын болсам, сабақ барысында қолданған авторлық әдістеме оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, олардың сыни ойлау және логикалық ойлау дағдыларының дамуына оң әсер етті. Жаттығулар мен ойындар арқылы оқушылар ақпаратты саралау, салыстыру, талдау, қорытынды жасау сияқты маңызды мәселелерді меңгере бастады. Сонымен қатар өз пікірін дәлелдеп айту, шешім қабылдау, топпен жұмыс жасау қабілеттері де айқын көрініс тапты. Көптеген оқушылар тапсырманы орындау барысында олардың қызығушылықтары артып, өз қабілеттерін жаңаша қырынан тануға мүмкіндік алды. Оқушылардың бойында зейінділік, байқампаздық, есте сақтау, логикалық тұжырым жасау сияқты қасиеттері дами түсті. Сабақ оқушылардың өзіндік ойлауын ынталандырып, олардың оқу мотивациясын арттырды. Жалпы алғанда жүргізілген дамыту сабағы оқушылардың қабілеттілігін тиімді ашуға және олардың 21 ғасырдың негізгі дағдыларын бағыттауға ықпал етті.